Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері көріспедік. Бүгін барлығының сұранысы бойынша осындай әдемі тойбастар, яғни бомбонерка жасап үйренеміз. Бұл қазіргі кезде хит болып жатқан бомбонеркалардың түрі. Бұл өзі гипстан жасалады. Мінекей қараңыздар, бұны шкатулка деп те атаймыз. Яғни осы шкатулканы толығымен формула арқылы есептеп, осыны жасап, әдемілеп бояп, және де осылайынан оформление жасап үйренетін боламыз. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық достар. Ал достар, ендеше бастайық. Бізге ең алдымен қандай құрал жабдықтар қажет, соны айтып өтейін. Бізге үй жағдайындағы осындай өлшегіш құрылғы керек, яғни весы және де формасы керек. Мінекей бұл форманы кез келген дүкеннен немесе қазіргі таңда Валберес, Озон, Каспийдан тапсырыс берсеңіздер болады. Мен бұл форманы Каспийдан тапсырыс бердім. Одан кейін осындай одноразовый ыдыстар керек. Бізге суды өлшеу үшін, гипсті өлшеу үшін және де осындай гипс керек. Мен гипстің осындай Г16 деген түрін пайдаланамын. Скульпторды да пайдалансаңыздар болады. Бұл өте жақсы қатады және де сапасы жағынан өте жоғары гипстің түрі. Осы гипсті аламыз. Және де егер де сіздер форманы боямайын десеңіздер, онда сіздерге осындай диоксид титан керек болады. Егер ақ күйінде қалдыратын болсаңыздар, затты жаңағы істеген жұмыстарыңызды, онда міндетті түрде осы диоксид титанды қолданасыздар. Ал егер де бояйтын болсаңыздар, краска қосатын болсаңыздар, онда бұл қоспаны қоспайсыздар. Бұл бізге керек болмайды. Сондықтан да осының алған кезде кішкене ғана грамын алсаңыздар болады, себебі өте көп қолданбайсыздар. Основном гипсті ғана қолданамыз. Одан кейін бізге міндетті түрде су керек. Үй температурасындағы кез келген су болады. Соны қолданатын боламыз. Және де біз қазір осыған формуланы есептейтін боламыз. Қараңыздар. Ал енді қыздар, қалай біз формуланы есептейміз? Қанша су керек, қанша гипс қажет екен? Ол үшін тұрақты барлығына стандарт осындай формаларға арналған, егер кез келген осындай формамен істесеңіз, онда міндетті түрде қазір мен көрсететін формуланы қолданасыз. Ол үшін бірінші суды табамыз. Су көбейту 1,7, кешіріңіздер, бөлу деген 1,7, сонда су шығады. Қанша грамм су кетеді? Осы шыққан суды, мінекей, соны көбейтеміз 2,2-ге, сонда гипс шығады. Қанша грамм гипс кететінін қазір біз енді өлшейтін боламыз. Қараңыздар. Таразыны қосып аласыздар. Мінекей 0 болу керек. Қазір мен мынаны алып тастайын. Қараңыздар. Таразыны қосқан кезде осындай 0 болып тұрады. Екіншісі модадан бассаңыздар, онда үтірмен шығады. Граммыңыз үтірмен болынады. Егер үшіншісін бассаңыз, ол 1000-мен көрсетеді. Сондықтан да екіншісін басқан кезде мінекей үтірмен шығады. Ендігі кезекте, қараңыздар, форманы аламыз, қоямыз, соны 0-ге келтіреміз. Мінекей 0-ге келді. Енді осыған суды құямыз. Қанша грамм су болатын? Толықтай теңескенше құясыздар. Қазір менде мына стол сәл түзу емес. Мінекей қараңыздар. Ровно 2 грамм су кетті, соны жазып аласыздар. 2 деп. Плюс, енді қақпағын санаймыз. Қанша қақпаққа су кетеді екен? Енді мінекей 0-ге қоямыз. Енді қақпағын қойып, 0-ге қойып аламыз. Енді осы қақпағына қанша су кететінін есептейміз.
мінекей толығымен толды. 3-те 1. Енді осыны жазып аламыз. Мінекей 3-те 1 кетті. Сонда екі негізгі ыдыспен қақпағынікі 5-те 1 грамм су кетеді екен. Енді осы суды, толық шыққан суды осы жерге қоямыз. 5,1 граммды бөлеміз 1,7-ге. Сонда қанша грамм су шыққанын есептейміз. Ал қыздар, қараңыздар, 5,1 граммды бөлеміз 1,7-ге. Сонда бізде су шығады. Сонда бізде 3 грамм су шықты. Енді осы суды, мінекей, осы 3 грамм суды көбейтеміз 2,2-ге. Сонда 6,6 грамм гипс шығады. Мынау гипс. Енді осыны бірінші гипсті өлшеп аламыз, содан суды өлшеп араластыратын боламыз. Осы формула бойынша кез келген ыдысты, осындай формадағы ыдыстарды жасасаңыз болады. Енді осыны көшіріп алыңыздар, фотоға түсіріп алыңыздар. Енді біз гипсті құюды бастаймыз. Мінекей қараңыздар, ыдысқа аламыз, 0-ге келтіреміз. Ең алдымен суды дайындаймын. 3 грамм суды. Мінекей 3 грамм су дайындап алдым. Ендігі кезекте гипсті дайындаймыз. Мен гипсті осындай өзім гипс араластыратын майонезден қалған ыдысты пайдаланамын. Себебі қазір мұндағы граммым сәл үлкеніректеу гипс. Ал мынаған ол сыймайды. Сондықтан да 0-ге келтіреміз қазірнан қойғаннан кейін. Енді осыған 6,6 грамм гипс саламыз. Мінекей 6,6 грамм гипс дайындап алдық. Ендігі кезекте бізге весі керек емес, алып тастаймыз. Мінекей қыздар, қараңыздар, гипс дайын, су дайын. Егер де сіз осы заттарыңызды боямайтын болсаңыз, ақ күйінде қалдырам десеңіздер, осы суға қазір біз диоксид титан қосамыз. Қараңыздар, мен көрсетіп жіберейін. Мен бірақ осындай золото түске бояйтын боламын. Мен сонда да осы неге қазір сіздерге қанша қосатынын көрсетейін. Өте көп қоспайсыздар, қасықтың мөлшерімен сәл ғана қосасыздар. Осы жеткілікті аппақ зат шығару үшін бізге. Осыны араластырып аламыз. Мінекей қыздар, қараңыздар, ертіп құйып алдық, толығымен жаңағы диоксид титанымызды. Енді осыны гипске құямыз барлығын. Жақсылап тез-тез араластырасыздар. Қатып қалмағандай. Себебі бұл қатып қалады қыздар. Егер сәл қатып қалып жатса, онда қорықпаңыздар. Сәл болса да су қосып жүрсеңіздер болады. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қараңыздар, ешқандай ірімтігі жоқ, толығымен араластырып алдық. Енді осыны гипс дайындаған формамызға құямыз. Мінекей қыздар, қараңыздар, құйдық. Енді осыны жақсылап осылай соғамыз. Мынаның ішіне барлығына гипс дұрыстап толығымен кіргендей. Мінекей осыны соғып аласыздар. Гипс толығымен кіру керек, жан-жағына тістері шыққандай. Енді келесі гипстікін осының барлығын шеттерін жақсылап ашасыздар. Шеттеріне ағып атса да ештеңе етпейді, достар. Осыны жақсылап келтіріп аламыз. Астына тартыңыздар, ана несіне кіргендей, сыйғандай ішіне. Толығымен осы гипсін етіп жүресіздер. Гипс сәл қатып қап жатса, қоюланып, бұл тез қатады. Міндетті түрде тез құйыңыздар, жақсы ма? Себебі менікі уже қатып жатыр. Осыны теңестіріп жіберемін. Қазір ештеңе етпейді. Ой, мынағанда тиіп кетті, көрдіңіздер ме?
гипс тез қатады. Бір шамамен 20-25 минутта осы гипсіміз толығымен қатып шығады. Оған дейін тимейсіздер, ештеңе алмайсыздар. Өйткені тез бұзылып қалады, егер ертеректеу алып қойсаңыздар. Тек осы гипстің қатқанын күтесіздер енді. 20-25 минут. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, формамыз қатты. Бұл ұстаған кезде ыстықтау болады. Одан қорықпаңыздар. Бұл толығымен 25-30 минут асықпасаңыздар қатады міндетті түрде. Енді ақырын шеттерін осылай босатамыз, қараңыздар. Мінекей шеттерін босатып аламыз. Мынандай жерлеріне қорықпаңыздар. Бұны біз шпатлевка жасаймыз қазір кепкеннен кейін толығымен. Мінекей енді формадан ақырын осылай аламыз. Мінекей формамыз дайын болды, көрдіңіздер ме? Енді осыны толықтай прям аппақ болғанша кепкенін күтетін боламыз. Енді қақпағын қалай аламыз, қараңыздар. Ең алдымен басын бүйтіп тартып ашып аласыздар, мінекей босатасыздар. Әйтпесе көбінде осы жері сынып кетеді. Мінекей осылай босатып аласыздар. Босағаны көрініп тұрады сіздерге де. Мінекей осылайынан. Енді үстінен ақырын ашамыз. Үстін босаттыңыздар ғой. Ендігі кезекте осыны басып тұрасыздар да, ақырын тартып аласыздар. Көрдіңіздер ме? Ақырын асықпай ашсаңыздар, осы крышканың үсті сынып қалмайды. Енді қыздар осыны толығымен аппақ күйге енгенше дейін, ағарғанша дейін кептіріп аламыз. Ал қыздар, қараңыздар, шкатулкамыз толығымен кепті, аппақ болды мінекей. Енді соңғы штрихтар қалды. Не істейміз, қараңыздар. Строительный дүкеннен осындай шпатлевкаға арналған парақ сатып аласыздар. Бұл сәл ұзынырақтау болады. Соны бөліп қолдансаңыздар болады. Мінекей мен осыны екіге бөліп, оны тағы да бір бөлікке бөліп алдым. Содан кейін қараңыздар, егер асты тегіс емес жерлер болса, осымен осылайынан шпатлевка жасайсыздар, қараңыздар. Тегістейсіздер астын, шеттерін, барлығын мінекей. Сондықтан да құйған кезде қорықпаңыздар. Қисық болып қалды, бір жерінде воздухтар қалып қойды деп. Оны осы шпатлевканың көмегімен алып тастайсыздар, қыздар. Осылайынан тегістеп зөбілеп аласыздар. Мінекей қараңыздар, теп-тегіс түп-түзу болды. Мінекей қойған кезде де түп-түзу. Енді келесі кезекте крышкасында дәл солайынан. Мына жерлері қисық болса тегістейсіздер астын. Мынандай шеттерінде артық гипстар тұрса, соны осылайынан шетін айналдырып отырып алып тастайсыздар. Дәл осылайынан осыны бояуға дайындап аласыздар. Ал қыздар, қараңыздар, толығымен кепті, шпатлевка жасадық. Ендігі кезекте дәл осындайғы бояймыз. Бояп болып кепкеннен кейін осындай етіп сәндейтін боламыз. Уже тойға толығымен дайын болады. Қараңыздар, бұл жерде мінекей ақ күйінде тұр, ал мына жерде сәл алтын түсті беріп тұр, мінекей қараңыздар. Іші, барлығы асты, барлығы алтын түстес болып тұр. Ол бізге қалай пайда болды? Оны мінекей дәл осындай лакпен, акриловый лакпен бояймыз.
Осының аппақ түстес, прозрачный түсінде де лак бар, акриловый лак. Бұны строительный дүкеннен алсаңыздар болады. Ал мен бұны алтын түстесін Каспийдан заказ бердім. Сіздер де осыны скриншот жасап, Каспийдан заказ берсеңіздер болады. Егер де прозрачный акриловый лакпен боясаңыздар, бұл аппақ күйінде қалады осындайынан. Ал егер де осымен боясаңыздар, мінекей сәл осындай алтын түс болып, жалт-жұлт ететін болады. Ендеше осыны қазір бояуға кірісейік. Бұл краска тез кебеді. Мінекей кисточкамен осылайынан алып, толығымен ішін, жанын, барлығын бояп аласыздар. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, толығымен бояп алдым, жанын, ішін бәрін. Енді осы кепкенше әзірге крышкасын дәл осылайынан осы краскамен бояп аламыз. Осы крышканы бояп болғаннан кейін бұны да кептіре тұрамыз да, бұның астын бояймыз. Сонда толығымен боялып шығады. Қараңыздар, мінекей асты барлығы толығымен боялады. Мінекей мынаның асты бәрі. Дәл осылайынан барлығын бояп шығамыз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, толығымен формамыз кепті, ешқай жері жабыспайды. Мінекей негізі кебу уақыты өте көп емес, шамамен бір 40 минут, 30 минутта толығымен кеуіп қалады. Ендігі кезекте дәл осылайынан өз қалауларыңызша әдемілейсіздер. Салафанға салсаңыздар болады, немесе фатинмен, немесе кәдімгі коробкаларға салсаңыздар болады. Осы күйінде де бомбонерканы дастарханға қойсаңыздар болады. Ішіне тәттілер салып қойсаңыздар да болады. Келесі кезекте қазір бізге не керек екенін көрсетемін. Осындай салафандар керек. Бұндай пакетиктер негізі бұндай жабатын наклейкамен осы жерге клеить етеді ғой. Сондай ғой. Мен просто ол жерін кесіп тастадым. Себебі ол жер жапқан кезде жабып, неге осылайынан жинаған кезде әдемі көрінбейді. Сондықтан да мен осы жерін алып тастадым. Бұл негізі жабылатын пакет. Содан кейін бізге кез келген түсіне қартай лента керек, жіп керек. Одан кейін арнайы полиграфиядан өздеріңіздің мерейтойларыңызға байланысты шығарып аласыздар. Бұл жерде менің қызымның 40-нан шығаруына арналған, яғни соны мен полиграфияда шығарып алдым, қиып кесіп дайындап қойдым, және де осындай немен тесетін боламыз. Дыраколмен тесетін боламыз. Осы жерге тесік жасаймыз қазір. Дәл ортасынан. Неге? Осындай тесік жасап алғаннан кейін қазір осыны әдемілеп байлайтын боламыз. Керегіне қартай жіпті қиып аламыз ұзындығын. Неге? Енді осы пакетімізге осы бомбонеркамызды саламыз. Неге дәл ортасына саласыздар. Лентамен байлаймыз. Енді осыған немізді, қағазымызды кіргіземіз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, толығымен 100% дайын болды. Дәл осылайынан жасау арқылы пайдалы етіп, сіз де өз қонақтарыңызды қуанта аласыздар. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Келесі сабақта ракушканы бірге жасайтын боламыз. Дәл осылайынан формуламен жасап, дәл осылайынан сәндеуді бірге үйренетін боламыз. Ендеше келесі сабақта кездескенше достар.